сәлеметсіздер ме? Алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен Басқанбаева Динара Жұмабайқызы, осы Қарашаңырақ Қаныш Имантайұлы Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің энергетика және машина жасау институтының директор орынбасар қызметін атқарамын. Қазіргі таңда бұл Қарашаңыраққа мен сонау 1997 жылы ауылдан жаңағы алып ұшып жас қыз болып қорықпай осы техникалық мамандықты таңдаған кезден басталды. Осы Сәтпаев университеті деген менің таңдауым. Өйткені деп алғаш Сәтпаев университетіне документ тапсыруға келген кезде сондай жүрегімде үлкен бір алып ұшқан сезім пайда болды. Өйткені Қарашаңырақтың өзінің мысы адамды баурап алады. Сондай жаңағы адамға менің өмірімде үлкен өзгеріс болатын мен алғашқы қадамнан-ақ сезіндім. Өйткені бұл университеттің негізгі ғалымдарын бұрыннан енді тек қана телевизорден көретін едік. Ол кезде 97 жыл университетіне интернет жоқ қой. Телевизорлерден естейміз, газеттерден оқимыз. Сол кезде мектеп оқып жүрген кезде үлкен қызығушылық басталды менде. Осы ғалымдармен бір көрсек, тілдесек, оқуға түссем ғой, инженер болсам ғой деген үлкен бір сезім болды өзімде, мақсат болды. Сол мақсат, сол арманның жетегін қуалап, осы қасиетті Қарашаңыраққа келдім, сол 97 жылы. Жалпы ғылым жолыма келуім, енді біз 5 жылдықты оқыдық, одан кейін магистратура, сәл кештеу докторантураға түстім. Мен докторантураға түскен кезде жалпы үлкен ғылым жолына мені жетелеген менің докторантурадағы ғылыми жетекшім Леонид Андреевич Крупник. Ол кісі жаңағы ғылым докторы, профессор, әрқашанда өзіндік орны бар, қай жерде болса да. Осы университетте де өзіндік орны бар, жаңағы көптеген ғалымдар мойындаған профессор, академик. Леонид Андреевич маған мына ғылыми жолдың қаншалықты қызықты екенін, жаңалық аша отырып мен өзімнің өміріме үлкен өзгеріс енгізе алатынымды, сондай-ақ бала кезден бері келе жатқан жаңағы армандарымның орындалуының бірден бір жолы осы ғылыми жол екенін ол кісі ұқтырды. Және де осы университетке келгеннен кейін де мен сауатты, білімді ұстаздармен өте қоян-қолтық жұмыс жасадым. Және де менің жаңағы нақты осы ғылым жолын таңдай отырып, болашаққа қарай қадам басуыма сол негізі Леонид Андреевичтің ықпалы зор болды. Біздің осы ғылыми бағыттағы ұстанған қағидамыздың негізін біз патенттедік. Ол полимер бетон және фибробетон қоспаларының құрамын жаңарта отырып, жаңа композициялық материалдарды дайындай отырып, мына қазіргі біздің еліміздегі машина жасау өндірісіндегі барлық өндірістерде қолданылатын редуктор және ортадан тепкіш сораптардың корпусын осы жаңа композиттік материалдардан әзірленген корпустармен жаңарту тәсілі болды. Ол жаңа тәсілді біз патенттеген кезде оның негізгі сенімділігі, беріктігіне міндетті түрде сынамалар жүргіздік. Сондай-ақ оны біз бұл қоспаларды тек қана патенттеп қана қойған жоқпыз. Біз осы өзіміздің Қазақстанның өндірістерге алып бардық, өндірістерге апарып сынама жұмыстарын жүргіздік. Содан кейін өндірістердегі акт внедрения дейді ғой, енгізу актілерін алдық өндірістерден. Біз АЗТМ-ге бардық. Енді Алпауыт қой, АЗТМ, Алматы ауыр машина жасау зауыты. Содан кейін Қызылордадағы Сырдария мұнай жабдықтарына қызмет көрсету компаниялары, Хайдар мұнай болды. Содан кейін Транссервис деген компанияға
Астанада тағы да осы мұнай саласы бойынша қызмет көрсету компаниясында біз сынама жұмыстарын жүргіздік. Және де сол сынама жұмыстардың нәтижесін таблица түрінде келтіріп, технико-экономикалық көрсеткіштерді жаңа енгіздік. Технико-экономикалық көрсеткіштердің нәтижесінде біз жаңағы олардың қарапайым корпус ол шойыннан жасалынады. Ал біздің ұсынылып отырған жаңағы корпусымыз ол осы жаңартылған түрдегі композитті материалдардан жасалынатын корпус. Ол өзі бір жағынан 7-8 есе жеңіл, және де бағасы жағынан 20%-ға тиімді болып, өзінің экономикалық көрсеткішін бізге жаңағы көрсетті. Сондықтан біз қолдау таптық өндірістен. Және де бір айта кететін тағы бір мәселе, біз осы өзіміздің патентімізді ары қарай жобаларды коммерциализациялау тақырыптары бойынша қазір қозғап жатырмыз. Және де бір-екі сатысыдан олар жоғарырақ өстік. Ары қарай біз оны уже мемлекеттік деңгейде, республикалық деңгейде ары қарай жаңартудамыз, ары қарай нәтижеге жеткізуге талаптанып жатырмыз. Біз студент болып келген кезде, бағана айттым ғой, 97 жыл, ол кезде бізде мүмкіншілік өте аз болды. Біз барлығын таза еңбекпен алдық, білімнің барлығын. Енді таза еңбекпен деп тұрғаным, жаңағы кітапханаларда күні түні отырып конспект жазатын едік, компьютер жоқ, аударатын едік, қазақша кітаптар аз еді ғой. Содан кейін мұғалімнің артынан қалмаймыз, жаңағы жазып алатын едік, кинодағыдай. Ал қазір жалпы біздің осы Сәтбаев университетін айтатын болсам, дәл қазіргі кезде біздің студенттерге мүмкіншілік өте көп. Өйткені жылда мен көріп жүрміз, жылда біздің студенттерге университет тарапынан стартап бағдарламасы ұсынылады. Яғни ол жерде студент өзінің ойын жүзеге асыра алады. Оларға инвестиция жасап тұр университет, демеп тұр, қолдау көрсетіп тұр. Мүмкіншілік өте көп. Бірақ қазіргі, көпке топырақ шашпай қойын, қазіргі студенттерде талаптысы да бар, шамалы жалқаулары да бар. Бірақ мен біздің балаларға айтатыным, сабақ берген кезде көбінесе айтам, сіздер нағыз алтын ғасырда өмір сүріп жатсыздар. Өйткені сіздердің қолдарыңызда тек қана еңбектену, жалқау болмасаңдар, сіздер барлығына қол жеткізесіздер. Өйткені сіздерге барлық мүмкіншілікті беріп тұр. Сіздер соны пайдалануларыңыз керексіздер. Менің кезіндегі бала студент Динара мен қазіргі кездегі студенттердің айырмашылығы екеуінің жер мен көктей. Өйткені дәл қазіргі студенттерге барлық жағдай жасалынып, оларға қолдау көрсетіліп тұр, демеу беріп тұр университет тарапынан. Сондықтан да олардың мүмкіншіліктері өте көп. Көп жағдайда, мысалы үшін біз сабақ береміз, бізде қазір мультимедиа қолданамыз, видеоларды қолданамыз. Сол кезде біз тек қана, мен өзім енді жабдықтар туралы сабақ беремін ғой, тау-кен машиналар мен жабдықтар. Біз тек қана, мысалы үшін слайд арқылы жабдықтардың механизмдерін, бөлшектерін, түйіндерін ғана көрсетпей, сол машиналар қандай компанияларда жұмыс атқарып жатыр. Және де сол компанияда, сол жабдықты, не болмаса машинаны қолдану кезде қандай проблемалар туындайды. Және де сол проблемаларды шешу мақсатында, сол проблемаларды шешетін біз, ғалымдар және студенттер. Және де сол проблеманы шешсе, компанияларда өте көп сыйақылар болады. Оны қазір ешқандай не емес, жасырын емес, кез келген компанияларды олар ашық түрде, тендер түрінде де жариялайды. Ал ол деген үлкен мотивация. Өйткені студент, мысалы үшін, әр адам өзі бір тұлға ғой. Кез келген студент ол бір тұлға, кез келген студент ол болашақ инженер, болашақ компанияның директоры. Мен балаларға солай мотивация беремін. Сендер тек қана
инженеріміз боламыз деп ойламаңдар. Сендер болашақта бір кабинетте отыратын директорсыңдар. Бір жаңағы организация, бір кәсіпорындарды басқаратын басшы боласыңдар. Және де ең негізгісі сендер бір отбасының азаматысыңдар. Сондықтан да сендер тек қана осы 4 жылдық оқумен шектеліп қалмауларың керексіңдер. Сендерге қаншама мүмкіншілік беріп жатыр. Магистратура, докторантура. Тіпті докторантурада оқығысы келмесе де магистратураны алып бітіріп, өндіріске шығып кетсе, бізде өндірістерде қаншама сұраныс келеді. Және де олар тіпті айлық, олардың алатын айлық көрсеткіштеріне дейін көрсетіп береді. Сонда қарасаңыз 350 мыңнан жоғары айлық алатын. Оларға ұсынып отыр біздің студенттерге. Мүмкіншілік өте көп біздің балаларда. Тек қана білім, содан кейін еңбекқорлық. Тынбай еңбек етсе, міндетті түрде жетістікке жетеді. Және мен сенем, және балаларға сөйтіп айтам. Енді мотивация болды. Алға қойған мақсатым өте көп. Оның енді нақтылап айтатын болсам, өзімізден біз Қазақстанда тұрғаннан кейін өзімнің елімнің, мемлекетімнің экономикасы әрқашан жоғары болса деймін. Әрқашан қандай ғылым саласы болмасын, қай жақтың ғалымы десе Қазақстандікі деген сондай бір үлкен мақтанышқа ие болса деп ойлаймын. Өйткені енді білмеймін, қазақ болып туғаннан кейін өзімнің елімді мен тек қана жоғарыдан көрем, биіктен көрем. Ал ол үшін біз тек қана еңбектенуіміз керекпіз, ізденуіміз керекпіз. Содан кейін кең болу керек адам. Кең болсаң, кем болмайсың. Кең болу деген, мен өзімнен төмен адамдардың ғылыми потенциалын көрдім ба, мен оны ашып, және сол потенциалдың ашылып, жоғары деңгейге шығуына, егер менің қолымдан келсе, мен көмектескім келеді, мен көмектесемін. Әрқашанда жол ашуға, бағыт беруге мен дайынмын.